араб тілінде сұраулы сөйлем жасау үшін сөйлемдердің алдына хәл немесе деген шылау, көмекші шылауды орыс тілінде предлогтарды қояды. Қазақ тілінде кітап ба, тәктер ма, яғни сөйлемнің соңында тұр, қалам ба деген, осы ба, бе, па, пе дегеніміз осы, яғни түрік тілінде кітап мы, дәптер ми, осылар біздің араб тіліндегі хәл және хәл және екеуінің атқаратын қызметі бірдей, яғни көріп тұрғандарыңыздай ба, бе, па, пе деген сұраулы сөйлем. Алайда ескере кететін бір жайт бар, ескерулеріңіз керек. Ол осы көмекші шылау және хәлі айырмашылығы. Деген ол болымсыз да, болымды да сұраулы сөйлемдерге қолданылады. Ал хәл тек қана болымды сөйлемдерге ғана қолданылады. Яғни хәлді сіз қолдана алмайсыз сұраулы сөйлемге. Ол мысалы былай. Деген мысалы әфәғалта хәзә, сен осыны істедің ба? Яғни деген фәғалта сен істедің, сөзбе сөз аударатын болсақ, хәзә бұл осыны, ал енді сұраулы сөйлем жасап тұр. Келмесе ол болса, фәғалта хәзә сен осыны істедің болушы. Әнің келуімен сұраулы сөйлем болды. Әфәғалта хәзә сен осыны істедің ба? Болымды сөйлем ол. Енді дәл осы әні қолдана аламыз болымсыз сөйлемге. Мысалы, әлем тәктуб рисәлә илә Зайд. Сен Зейдке әлі хат жазбадың ба? Сен Зейдке хатты жазбадың ба? Деп тұр. Яғни, бұл жерде біз болымсыз сөйлемге қолданып тұрмыз. Әлем тәктуб рисәлә илә Зайд. Рисәлә деген хат, илә деген ға-ге бағытталу. Бұл жаққа қарай бағытталу. Яғни, үйге де бағытталуды қолданамыз. Ана асхабу иләл байт, ана иләл байт деген сияқты. Үйге қарай. Тәктуб деген жазу. Ләм болымсыз жасау. Ал енді хәлді тек қолданамыз, болымды сөйлемдерге ғана қолданамыз. Мысалы, хәл әнтә талиб, сен студентсің ба? Немесе, хәл тәтәкәлләму бил арабия, сен арабша сөйлейсің ба? Осылай болымды ғана сөйлемдерге ғана қолданады екенбіз. Мен мына жерде айтып тұр, хәл ләм тақра китаба, сен кітапты оқымадың ба? Деп айта алмаймыз, қате деп жазылды. Яғни бұлай айту, бұлай қолдану қате болады. Дұрысы болады. Әлем тақра китаба, сен кітапты оқымадың ба? Сұраулы есімдіктер. Мен кәтәбә, сонымен қатар, жаңағы әл және ол бабе, бапе жасайтын, сұраулы сөйлем жасайтын көмекші шылау етіп қоя. Бірнеше мысал келтіретін болсақ, әл хәзә китаб, бұл кітап па? Әл хәзә қалам, бұл қалам ба? Немесе айта аламыз тағы да, әхәзә қалам, яғни бұл қалам ба? Әхәзә китаб, бұл кітап па? Тағы да қайталап кетейін, хәлді болымсыз сөйлемге қолданбайсыздар. Болымсыз сөйлемге бабе, бапені қолданасыздар. Сұраулы сөйлемге тек қана хәл мен ғана емес, сонымен қатар мән, мәзә, лиман, лимаза, айюн деген көмекші шылаулар да қолданылады. Яғни, мән кәтәбә хәзә, оны кім жазды? Кеттік, мән кәтәбә хәзә. Мән деген кім, кәтәбә жазды, хәзә бұл осыны. Яғни, кім жазды бұны? Мәзә қалә ләк Мұхаммад. Мұхаммад саған не деді? Лиман иштарайта хәзә китаб. Лиман иштарайта хәзә китаб. Бұл кітапты, хәзә китаб, бұл кітапты. Бұл кітапты кімге сатып алдың? Лиман деген кімге деген мағынада қолданылып тұр. Және лиманның мағынасы кімнің деген мағынада қолданылады. Лиман хәзә китаб. Бұл кітап кімнің кітабы? Лиман хәзә дәфтәр. Бұл кітап кімнің дәптері? Лиман хәзә мифтах. Бұл кімнің кілті? Неге қолданылады? Лимаза. Лимаза. Неге? Лимаза ла яқра Зайд. Неге Зайд оқымай отыр? Лимаза деген не үшін деген мағынаны береді. Негізгі түбіне тоқталатын болсақ, осы лимазаны. Маза деген не деген мағынаны берсек, ли деген үшін деген мағынаны береді. Мысалы үшін, ана атаалламул арабия ли афхам аль-Құран, Құранды түсіну үшін, Құранды оқу үшін, үшін деген мағынада қолданылады. Ана иштарайту маза мәселен. Ана иштарайту хаза ләк. Оны мен саған сатып алдым. Ләху оған сатып алдым, ол әріпті, яғни үшін деген мағынада енді лимазаның қосындысы не үшін болды. Неге? Айюн қандай, қайсы деген мағынаны береді. Және айя, егер әйел тегінде тұрса, мысалы, сайяра машина, әйел тегінде ғой. Қайсы машина дейтін болсақ, айя сайяра,
qaysi ko'ylak, ayyu qalam, qaysi qalam, ayyu kitob, qaysi kitob. Tag'da ayta ketgan joyda o'sha yerga agar surovli so'zlar ayol termidagi so'zga aytilib tursa, ayyunda nemisi ayyada qo'llaniladi dedi. Bunda javob ayya u ayol termidagi zatarga qo'llaniladi. Endi ayol termidagi zatarga ayyada nemisi ayyun deb ayta berishingiz kerak bo'ladi. Endi bir necha surovli so'zlarga o'qib ketadigan bo'lsak, ayna mudarris, muallim qayda, ila ayna tazhabu, qayda borajatirsan. Ayna degan qayda bo'lsa, ila ayna o'sha bag'itda bo'lib bir yoqqa boradi. Ila degan qayga qayda ketib borajatirsan. Min ayna jaa Ahmad, Ahmad qaydan keldi. Min degan damdan tankin ostunda ezgan quloq. Mata degan qachon degan. Mata imtihonuk, sening imtihoning qachon. Oldin saboqda aytib ketdik, saboqda aytdik. Degan javob u sening degan ma'noni beradi. Kayfa haluk degan oldin saboqda to'g'ri aytgan bo'lganmiz. Ya'ni sening degan ma'noni beradi. Mata imtihonuk, sening imtihoning qachon. Bu bo'lmaga qalay kirding. Qalay degan kayfa degan ma'noni. Kayfa dakhalta hadhihi al-ghurfa. Bu bo'lmaga hadhihi degan bu غرفة ayol termidagi so'z bo'lganlikdan hadihi qo'llanildi. Hadihi al-ghurfa bu bo'lmaga sen qalay kirding. Kam kitaban qara'ta, qancha kitob o'qiding. Kam degan qancha, kitaban kitobni jiddiy o'qib bo'lsak, kitobni nima kunda nima deganda negizda alifga yaxtalanadi. Tamom beramizda. Kam kitaban qara'ta, qancha kitob o'qiding deydi. O'sha saboqda yaxtalandan burun yana so'zlarni tanishtirib ketdik. Kelasi saboqda biz o'sha so'zlarni to'plab oladigan bo'lamiz. Qanchadan o'tirsamizlar, bilib o'tirsamizlar orqali tuyda. So'ng uy, baytun uy, bo'lma, hujra, maktab, madrasa, faslun klass, zalika, zaka, anov, yer termidagi, tilka, ayol termidagi metodimiz, ulaika, anov narsalar, немесе anov kishilar degan ma'noda, ayna, qayda, hunaka, huna, unda, hunaka, anda. قصدي كورسات جريدة gazet, مجلة журнал, عربي عرب, ورس روسي инженер, مهندس جميل أدمى, كلب عتيش, ديك دجاجة طوق, مكتبة كتابخانة, هيدي بابي سووا إن شاء الله. نعم إياه لا جو ليس ديمستيك معناتها ليست